Армыстарыма. Менің аты жөнім Атығанов Жошқын. Мен шетел азаматы боламын, яғни Түркменстаннан келгенмін. Мен қазіргі уақытта Алматы қаласында орналасқан Al-Farabi Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің шет тілі және екі шет тілі мамандығында 2-ші курста оқимын. Менің таңдап алған тақырыбым Al-Farabi және әдептілік философиясы. Ісім дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралар ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтан ұрпаққа өтіп келе жатқан ардагер азаматтар тарихы аса көп емес. Тарих жазбасында халықтың рухани қазинасында айтылулардың айтылысы, жүректердің жүрегі ғана мәңгілік. 1000 жылдан артық уақыт өтсе де, аты ауыздан ауызға жатталып, еңбектер уақыттың мезгілді қатия сенаның мүдіремей өткен ол адамзат ұлдарының тарих перзенттерінің бірі бұл Абу Насыр Al-Farabi. Фараби мұсылмандардың аса ірі 5-6 философтардың бірі. Мойынметтің айтуынша Фараби еңбектерінің орта ғасырларындағы еврей ойының даму үшін үлкен маңызды болса керек. Оның үстіне бір топ еңбегі орта ғасырларда латин тілінен аударылды. Осы арқылы Фараби ағартушыларының еңбектері тікелей және олар цитаттары келтірілген басқа авторлар арқылы жарнама түрде әсер етті. Фарабидің философия және басқа ғылымдарға қосқан жаңалықтар жайлы жан-жақты зерттеулер жоқтың қасы. Рас, бұл кемшіліктер кейбір жекеленген зерттеулері жуып шайды. Ал солай дегенмен бұл істе жүйелі координация керек. Біз сондай кемшіліктерді жоюға қолғабыс тигізу мақсатымен осы библиографияны айтып ғылыми мекемелер алдына мәселе қойып отыр. Әрбір американ профессорларының кітабында артық кем айтылған пікірлер болуы мүмкін. Ал солай дегенмен келтірген мәліметтер Фараби мұраларының аударуда, басқаруда, зерттеуде, шетел оқымыштыларының да айтарлықтай еңбек сіңіргенін отырғанын айтуға болса керек. Бұл сайып келген Фарабидің ұлылығын және оның еңбектерінің күні бүгінге дейін өте маңызды екенін тағы бір дәлел болып табылады. Фарабидің зерттеу ісіне неміс ғалымдарының да еңбек сіңіргенін айтуымыз керек. Мысал үшін Морис Штейнейдер, Фридрих Деттеричи, Генрих Султер, Карл Брокермандардың Фараби мұраларының игеруге айтарлықтай үлес қосқандығы белгілі. Мәселен, Деттеричи Al-Farabiдің философиялық трактатты деп аталатын жинақты 1883-1904 жылдарда жарыққа шығарған. Бұл жинаққа Фарабидің бірсыпыра философиялық шығармаларының арабша текстері мен олардың неміс тіліне аудармасы енген. Карл Броккельман араб әдебиетінің тарихы деп аталатын көп томды библиографиялық еңбектері Фарабиге үлкен орын берген. Фарабидің әдептілік туралы философиялық қосқан үлесі айтарлықтан аса көп. Соның үшін 1934 жылда Алматы қаласында құрылған Қазақ ұлттық университетіне Al-Farabi аты берілген. Ол университет содан бастап та қазірге дейін де күшті мықты университеттердің қатарында саналады. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет.